Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырыбымыз басқарудағы ақпарат алмасу және коммуникация. Қазіргі ұйымдарда басқару тиімділігі мен табысқа жетудің негізгі кілті бұл коммуникацияның сапасы. Бұл курс басқару процесіндегі ақпарат алмасудың стратегиялық маңызын ашып көрсетеді. Неліктен коммуникация маңызды? Басқару процесі адамдар арасындағы өзара әрекетке негізделген күрделі жүйе. Ақпараттың уақытылы, дәл және түсінікті берілуі басқарудың барлық функцияларын біріктіретін негізгі құрал болып табылады. Яғни жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау бойынша. Жоспарлау ақпарат алмасусыз мақсаттарды белгілеу және стратегия құру мүмкін емес. Ұйымдастыруда міндеттерді бөлу және үйлестіру коммуникацияны қажет етеді. Мотивацияда қызметкерлерді ынталандыру тиімді коммуникация арқылы жүзеге асырылады. Ал бақылауда нәтижелерді бағалау және түзету ақпарат алмасуды талап етеді. Яғни барлық төрт функцияда коммуникация өте маңызды роль атқарады. Коммуникация бұл адамдар арасында ақпарат, ой, идея, пікір және сезім алмасу процесі. Ұйымдық контекстте коммуникация стратегиялық мақсаттарға жетудің негізгі механизмі болып табылады. Ұйымдағы коммуникация басқару шешімдерін жеткізуге, қызметкерлердің өзара әрекетін үйлестіруге және ұйым мақсаттарын барлық деңгейлерде түсіндіруге бағытталған жүйелі процесс. Коммуникацияның төрт негізгі мәні бар. Ол ақпаратты жеткізу, өзара түсіністікті қалыптастыру, басқару ықпалын жүзеге асыру, ұжымдық әрекетті үйлестіру. Яғни басқару шешімдері, нұсқаулар мен мәліметтерді таратудың негізгі механизмі ақпаратты жеткізу. Және қызметкерлер арасында бірыңғай көзқараспен түсінікті дамыту қажет. Адамдардың мінез құлқын және шешімдерін бағыттау құралы коммуникация. Сонымен қатар топтық жұмысты синхрондау және бірлескен нәтижеге жету. Осы төрт негізгі коммуникацияның мәні. Басқарудағы ақпарат алмасу бұл басқару субъектісі, яғни басшы мен объектісі қызметкер арасындағы ақпараттың екі жақты қозғалысы. Бұл процесс басқару шешімдерін қабылдау және сәтті жүзеге асыру үшін қажетті мәліметтерді қамтиды. Басқару процесінің негізі басқару циклінің әрбір кезеңі ақпарат алмасуға негізделген. Шешім қабылдаудың ақпараттық базасы, яғни сапалы шешімдер тек сапалы ақпарат негізінде қабылданады. Және ұйым ішіндегі байланыстар құралы, яғни барлық бөлімдер мен деңгейлер арасындағы өзара әрекет ақпарат алмасу арқылы жүзеге асады. Ақпарат сапасы ол басқару сапасымен тең келеді. Яғни ақпараттың сапасы басқару шешімдерінің сапасына тікелей әсер етеді деген сөз. Дұрыс емес, толық емес немесе уақытсыз ақпарат қате шешімдерге алып келеді. Сондықтан қазіргі басқарушылар ақпаратты жинау, өңдеу және тарату процестерін мұқият басқару қажет. Ақпараттық сауаттылық менеджердің міндетті құзыреттілігі. Коммуникацияның басқару жүйесіндегі рөлі ол орталық орын алады және бірнеше стратегиялық функцияларды орындайды. Тиімді коммуникация ұйымдық табыстың негізі болып табылады. Яғни басқару шешімдерін жеткізу, ұйым мәдениетін қалыптастыру, кері байланысты қамтамасыз ету, ұжымдық үйлесімділікті сақтау бұл орталық орын коммуникация басқару жүйесіндегі. Коммуникацияның екі жүзі, яғни тиімді коммуникация және тиімсіз коммуникациясы бар. Яғни басқару тиімді коммуникация арттырады, өнімділікті жоғарылатады, қызметкерлердің қанағаттануын арттырады, қателіктер мен шығындарды азайтады, инновацияларды қолдайды, ұйымдық мәдениетті нығайтады. Ал тиімсіз коммуникация қақтығыстар мен түсінбеушіліктерге алып келеді, уақыт пен ресурстарды ысырап етеді, қызметкерлердің демотивациясын тудырады, стратегиялық мақсаттарға жетуге кедергі жасайды, клиенттердің қанағаттанбауын тудырады және ұйым беделіне зиян келеді. Ұйымдағы коммуникацияның негізгі түрлері әртүрлі қажеттіліктерге қызмет етеді және бірге ұйымның тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
Тік коммуникация ол жоғарыдан төменгі ағын, яғни жоғары басшылық, орта басқару буыны және орындаушы қызметкерлер. Жоғары басшылар стратегиялық шешімдер қабылдайды, саясат, жалпы бағыттар. Орта басқару буыны ол нұсқаулар, тактикалық жоспарлар және координация функциясын атқарады. Орындаушы қызметкерлер олар нақты тапсырмаларды, процедураларды, күнделікті міндеттерді жүзеге асырады. Тік коммуникацияда төменнен жоғарғы ағында, төменнен коммуникация өте маңызды, бірақ көбінесе қиындықтарға тап болады. Бұл ағын арқылы есептер мен нәтижелер жеткізіледі, проблемалар мен ұсыныстар көтеріледі, кері байланыс беріледі, қызметкерлердің пікірлері жеткізіледі. Ашық және қауіпсіз төменнен жоғары коммуникация орнату басқарушылардың маңызды міндеті. Көлденең және бейресми коммуникация. Көлденең коммуникацияда бұл бір деңгейдегі бөлімдер мен қызметкерлер арасындағы байланыс. Оның мақсаты бөлімаралық үйлестіру, ақпарат алмасу, бірлескен мәселелерді шешу. Ал мысалдар ретінде маркетинг пен сату бөлімдерінің арасындағы жоспарлау, өндіріс және логистикалық координацияны келтіруге болады. Бейресми коммуникация ол ресми емес қатынастар арқылы жүзеге асырылатын ақпарат алмасу. Ерекшеліктері жылдам таралады, эмоционалды боялған, кейде дәлсіз. Маңызы ұйым атмосферасын қалыптастырып, қызметкерлер арасында байланыс орнатады. Коммуникация процесінің кезеңдері: біріншіден ақпаратты қалыптастыру, не айтқысы келетінін анықтау, яғни хабарды кодтау, идеяны сөз, символ немесе әрекетке айналдыру. Үшіншіден арнаны таңдау, хабарды жеткізу тәсілін таңдау. Одан кейін хабарды қабылдау, алушы хабарды алады, декодтау, алушы хабарды түсіндіреді, кері байланыс, алушы реакция білдіреді. Коммуникация процесінің негізгі элементтері ол жіберуші, хабар, арна және алушы. Жіберуші хабарды бастаушы және қалыптастырушы тұлға, идеяны түсінікті етіп жеткізу жауапкершілігін жіберушіге тиесілі. Хабар жеткізілетін ақпарат, хабар вербалды және вербалды емес элементтерден тұруы мүмкін. Арна хабарды жеткізу құралы, ауызша, жазбаша, электронды, көрнекі және тағы басқа. Алушы ол хабарды қабылдайтын және түсіндіретін тұлға. Ол алушының қабылдауы түпкілікті нәтижені анықтайды. Ақпараттың түрлері басқарудағы: экономикалық ақпарат, әлеуметтік ақпарат, ұйымдастырушылық ақпарат және техникалық ақпарат. Экономикалық ақпарат қаржылық көрсеткіштерді, бюджеттер мен шығындарды, нарық жағдайын, бәсекелестерді туралы мәліметтерді береді. Әлеуметтік ақпарат қызметкерлер туралы мәліметтер, ұйымдық мәдениет, қатынастар және атмосфера, мотивация деңгейін көрсетеді. Ұйымдастырушылық ақпарат құрылым мен рөлдер, процедуралар мен регламенттер, жоспарлар мен кестелер, есептер мен құжаттамаларды. Техникалық ақпарат технологиялар мен процестер, жабдықтар мен ресурстар, техникалық параметрлер, өнімділік, деректер туралы ақпарат береді. Сапалық ақпаратқа қойылатын 5 негізгі талап бар. Ол біріншіден нақтылық, яғни ақпарат шындыққа сәйкес және қателер мен бұрмалаулардан еркін болу керек. Екіншіден толықтық, шешім қабылдау үшін барлық қажетті мәліметтерді қамту. Үшіншіден уақыттылық, ақпарат дер кезінде оны қолдануға болатын мерзімде жеткізілуі тиіс. Төртіншіден сенімділік, ақпарат көзі сенімді және тексерілген болу қажет. Және түсініктілік, яғни ақпарат алушы үшін жеңіл түсінікті және қолжетімді болу керек. Бұл талаптарды орындау басқару тиімділігін айтарлықтай арттырады және қате шешімдер қабылдау қаупін азайтады. Коммуникациядағы кедергілер бұл кедергілер ақпараттың дұрыс қабылданбауына, түсінбеушілікке және тиімділіктің төмендеуіне алып келеді. Оның негізгі түрлері: кедергілердің тілдік кедергілер, терминология айырмашылықтары, жаргон, аудармалардағы қателер, тіл білмеу, психологиялық тосқаулар, яғни алдын ала пікірлер, стереотиптер, эмоциялар, сенімсіздік, қорқыныш сияқты. Ақпараттың бұрмалануы, көп делдалдар арқылы өту, қасақана өзгерту, түсінбеушілік, естіп қалу. Ұйымдық кедергілер: көп иерархиялық деңгейлер, бөлінген бөлімдер, нашар құрылым, техникалық ақаулар, байланыс құралдарының істен шығуы, интернет проблемалары, бағдарламалардағы қателер. Осылардың барлығы кедергілері болуы мүмкін коммуникацияда. Кедергілердің салдары: зерттеулер көрсеткендей, коммуникациялық кедергілер ұйымдарға айтарлықтай шығын алып келеді. Жобалардың сәтсіздігі нашар коммуникацияға байланысты.
Қызметкерлердің уақытты түсінбеушілікті түзетуге жұмсалады. Өнімділік коммуникация мәселелері арқасында төмендейді. Осылардың барлығы осындай салдарға алып келуі мүмкін. Коммуникацияны жетілдіру жолдары ол кері байланысты дамыту, біріншіден, екі жақты коммуникацияны қамтамасыз ету, сұрақтарға жауап беру, түсінікті тексеру, нақты және қысқа жеткізу, артық сөздерден аулақ болу, негізге назар аудару, қарапайым тіл қолдану, белсенді тыңдау әдістері, мұқият тыңдау, сұрақтар қою, түсінгенін растау, эмпатия көрсету, заманауи технологияларды пайдалану, яғни коммуникация платформалары, бейнеконференция, ынтымақтастық құралдары, ұйымдық мәдениетті жетілдіру, ашықтық пен сенімді дамыту, коммуникация нормалары мен құндылықтарды орнату. Белсенді тыңдау дағдылары бұл өте маңызды, яғни тиімді коммуникацияның негізі ол өзара түсінуді арттырады, қақтығыстарды азайтады және қарым-қатынасты нығайтады. Белсенді тыңдаудың әдістері ол толық назар аудару, басқа ойлардан бас тарту, көз байланысын ұстау, сөзін бөлмеу, сөйлеушіге толық айтуға мүмкіндік беру, қайталау, сіз айтқандай деп растау, нақтылау сұрақтары, түсінбеген жерлерді анықтау, эмпатия көрсету, сөйлеушінің сезімдерін мойындау, вербалды емес белгілер, басты шайқау, жұлқындау. Басқаруда ақпараттық жүйелердің маңызы ол қазіргі ұйымдарда ақпараттық жүйелер басқару коммуникациясының орталық құралына айналды. Олар ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және тарату функцияларын жүзеге асырады. Ақпараттық жүйелер басқару шешімдерінің жеделдігін және дәлділігін айтарлықтай арттырады. Нақты уақыт режиміндегі мониторинг жүргізуге және ресурстарды оңтайландыруға мүмкіндік береді. Ол жүйеге деректерді жинау, ақпаратты өңдеу, талдау және есеп беру, сақтау және архивтеу, таратуды басқару кіреді. Назарларыңызға рахмет.